форумды өткізіп, мен қыздарға өте үлкен мүмкіндік бердім. Ала алмай жүрген білімдерін өзіміздің қалада алуға мүмкіндік бердім. Осы мүмкіндік алдарынан келіп тұрған кезде мүмкіндіктерін тайкісінен түсіріп теуіп тастады. Неге білесіздер ме? Форумды көрді, шыққаннан кейін Айнұр ханым қаншаға келді екен? Гаміл миллионнан артыққа келген жоқ. Мына өзі орыс қой, орыс болып қазақтың несін қайдан айтып тұр? Немесе, мен сонда еркектен төменмін ба? Мен түсінген нәрсе, мен еркектен төмен тұру керекпін ғой. Тағысын тағы. Білесіздер ме? Настолько бұның барлығы біздің әйелдердің рухани төмен екенін, әлі жүректерінің ашылмағандығын көрсетеді. Қандай нәрсе алып кеттің, сенің өміріңде дәл сондай өзгеріс болады. Сен ана жердегі рухани білімді ала алмадың ба? Демек, өміріңнен де күшті өзгерісті қалама, ол болмайды. Болмайды. Саған мүмкіндікті берді жаратушы басқа нәрсе көріп кетуге, бірақ сен басқа нәрсені алып кеттің. Өкінішке орай бұл құлақ естімейді, көз жабық, жүрек бәрі қатып қалған деген. Қарапайым адамның 12 жанның арнасы бар. Зерде, ар, намыс, махаббат деген. Соның барлығы жабық деген сөз. Не үшін мен бұл форумды өткіздім? Мені сынап, ақша есептеп, тағы бір нәрсе үшін емес, жоқ. Біздің қоғамда әйелдердің осы жүрегі ашылсыншы. Жаратушыдан берілген миссия, махаббат, мейірім, текті ұрпақ тәрбиелеу, осы нәрсені оятайықшы, берейікші. Ұрпағымыз біздің дұрыс болсыншы деген мақсатта өткіздім. Өкінішісі, бәріне топырақ шашпаймыз, бірақ әлі де саналары төмен, рухани аш, тек қана тәннің азығымен жүрген әйелдеріміз де баршылық.